Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фаршталған бұрыш, яғни голубцы жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен фарш қажет. Фарштың үстіне тұз қосамыз. Оның үстіне жартылай піскен күрішімізді саламыз. Күріштің қажетті мөлшерін арнайы ыдысқа салып, оның үстіне су құйып, жартылай пісіреміз. Енді оның үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш қосамыз. Және де приправа қосамыз. Барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырып шығамыз. Бұрыштарды, яғни перецтерді алдын ала жуып, тазалап, дайындап қойған болатынмын. Енді жаңағы дайындаған фаршымызды әр бұрыштың ішіне қасықтың көмегімен жақсылап салып шығамыз. Фаршты салған кезде ең алдымен барлық бұрыштарға біркелкі етіп салып шығамыз. Одан кейін үстіндегі фаршты кішкене басып, оның үстіне қалған фаршты салып толықтырамыз. Міне біздің бұрыштарымызға фарш толықтай салынды. Енді бізге пиязымызды турау қажет. Бізге жарты пияз жеткілікті. Видеода көрсетілгендей майда бөліктерге бөліп шығамыз. Одан кейін қазанымызға кішкене май құйып, қызғаннан кейін пияздарымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Егер сорпаларыңыз қатты майлы болып кетеді деп уайымдасаңыздар, қазанға су құйып, қайнағаннан кейін бұрыштарды салып пісіріп алсаңыздар болады. Пиязды жақсылап қуырғаннан кейін су құямыз. Су бір қайнап шығуы қажет. Су қайнағаннан кейін оның үстіне барлық бұрыштарымызды салып шығамыз. Фаршталған бұрыштарды, яғни перцтерді салып болғаннан кейін су бір қайнап шығуы қажет. Жақсылап қайнағаннан кейін оның үстіне 2 дана лавровый лист саламыз және де арнайы осындай приправамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз, бір қайнағаннан кейін астын басып қоямыз. Міне біздің голубцы, яғни фаршталған бұрышымыз пісті. Осы әдіспен жасап көріңіздер, ас болсын.